Қайырлы күн қыз-келіншектер, бүгін демалыста осындай мини-бургерлер мен кәдімгі бургерлерді жасап берсеңіздер болады. Балалардың сүйікті асы үй жағдайында жасауды көрсететін боламын. Оразаға да керемет болып шығады. Жылы сүтімізге суымызды құйып, тұзымызды, қантымызды дәміне қарай салып, ұнымызды араластырып қамыр илеп аламыз. Қамырымды ашытуға 1,5 сағатқа жылы жерге қойып қойдым. Қамырым ашып шыққанша фаршты жасап, үй жағдайында осындай котлетін жасап алатын боламыз. Бір жұмыртқа салып, тұзын, дәмін, бұрышын салып, осылай жақсылап дайындап қойған болатынмын. Одан кейін қамырым ашып шықты. 2 бөлікке бөліп, жақсылап жайып аламыз да, бір бөліктің үстіне екінші бөлікті қоямыз. Видеодағыдай көтерілу үшін 15 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Тура осылай жасайсыздар. Менің Instagram, YouTube каналдарыма жазылып, рецептерін сақтап алуды ұмытпаңыз. Котлеттерді өз формасына келтіріп, духовкада пісіретін боламын. Өте дәмді шығады, майлы болып кетпейді. Өте күшті болып шығатын болады. Сіздер де жасап көріңіз, 25 минуттың ішінде пісіп дайын болады. Осылай жасап духовкаға салып қойдым. Енді жаңа көтерілген бургерлерімізді мини-бургерге балаларға осылай кішірек кесетінмен кесіп дайындап алдым. 6 штукты, қалғанын мен үлкендерге арнап жасадым, үйдегі кісілерге. Бүгін бізде ужин сол бәрі осындай болды. Бетіне жұмыртқамды жағып, күнжітімді сеуіп, духовкаға 180 градусқа 25 минутта пісіп шықты. Қазір піскен булочкам топ-томпақ күшті болып шықты ғой. Енді еще қолдыкі дәмді тойымды болады. Одан кейін осылай бөліктері бөліп, кетчупты, сырный соусымды жағып, астына салатный листімді төсеп, котлетімді салып, помидорымды салып, бәрін рет-ретімен жайғастыратын боламыз. Мен негізі соленый огурцы салған жоқпын, себебі біздің үйдегілер онша жақтырмайды. Осылай жасап шығасыздар, астарыңыз дәмді болсын. Менің YouTube, Instagram парақшама жазылып, осындай тез әрі дәмді жасалатын үй жағдайындағы фастфудтарды жасап үйренсеңіздер де болады. Жасап көріңіздер. Осы рецептімді сақтап алып, жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Қасына гарнирға фри жасаған болатын. Фри енді өте оңай, бәріңіз білесіздер деген ойдамын. Сау болыңыздар.